Сәлем достар, мен Ая Базарбаева. Бүгін сіздерге қой етінен жасалатын өте дәмді шипалы сорпа дайындап көрсетемін. Алдымен шамамен 1 кг қой етін қазанға салып, үстіне сорпаға жететіндей етіп су құямыз. Отқа қойып, бетінің көбігі шыққанша қайнатамыз. Осы уақытта көкөністерімізді тазалап, өзімізге қажет пішінде турап дайындап қоямыз. Достар, егер менің рецептім сізге ұнаса, арнама жазылып, лайк басып, осы видеоны достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін үлкен мотивация. Алда бұдан да дәмді, қарапайым әрі пайдалы рецепттер көп болады. Міне біздің сорпамыздың көбігі шығып жатыр. Көбігін мұқият тазалап, отты баяулатамыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш, лавр жапырағын, сондай-ақ пияз бен сарымсақты қосамыз. Қазанның бетін жауып 30 минут баяу отта қайнатамыз. Содан кейін қалған көкөністерді салып, сорпамызды шамамен 3 сағат баяу отта пісіреміз. Уақыты келгенде ең керемет оп-оңай дайындалатын, денсаулыққа өте пайдалы, қою әрі хош иісті сорпамыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, бәріңізге ас болсын.